Сәлеметсіңдер ме, балалар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы музыка уақыт толқынында. Сабақтың мақсаты, оқу мақсаттары, тыңдалған әуеннің сипатын, мазмұнын, жанрын, көркемдеуші құралдарын анықтау және салыстыру. Сабақтың мақсаты, Дәулеткерейдің Кероғлы күй арқылы музыкалық шығармалардың бірнеше уақыт аралығында жеткен тарихи жолдары мен заманауи ағымдары музыка жанрын танисыңдар. Бағалау критерийлері музыканың сипатын, жанрын, мазмұнын анықтайды. Дәстүрлі және заманауи ағымдағы музыкалық шығармалардағы өзгерістерді айқындауға тырысады. Музыкалық паузалардың түрлерін ажыратады. Сабақта білетінің, қазақтың батырларына арналған күйді тыңдайсың. Музыкалық аспаптарды ажыратуды үйренесің. Музыкалық сауат, пауза, төрттік пауза, жартылық пауза, эстрадалық музыка. Мәңгілік ел жастары әнін үйреніп, мәнерлеп орындайсың. Сорып салма, шығармашылық жұмыс жасайсың. Ақпаратпен таныс. Кероғлы батыр туралы естідің бе? Өзіңе таныс қазақ батырлары Алпамыс, Қобыланды сияқты Кероғлы да елін жерін жаулардан қорғаған батыр. Кероғлы батыр туралы жыр, терме, күйлер де бар. Батыр ерлігін күй арқылы жеткізген күйші композиторлардың бірі Дәулеткерей. Қазіргі заманда күйді домбырада ғана емес, оркестрдің, эстрадалық ансамбльдердің орындауына болады. Эстрадалық музыка дегеніміз көпшілікке арналған тыңдауға жеңіл музыка. Дәулеткерей Шығайұлы күйші композитор, күй өнеріндегі лирикалық бағыттың негізін салушы. Бұлбұл, демалыс, төндірме, керілме, жігер, Кероғлы сияқты күйлермен айқын аңғарылады. Музыканы тыңда және талда. Дәулеткерейдің күйі Кероғлы екі нұсқада орындалуын тыңда. Бірінші нұсқа күйшінің орындауында. Екінші нұсқа Ұлытау этно-рок тобының орындауында. Күйдегі батырдың бейнесін сипатта. Мына тірек сөздерді қолдан. Нәзік, күшті, жігерлі, жасық, қаһарлы, ашулы. Күйді домбырада және этно-рок тобы орындауындағы ұқсастығы мен айырмашылығын ата. Ал енді Ұлытау тобының орындауында тыңдайық.
Музыкалық сауаттылық. Пауза музыкадағы үзіліс жасау, тыныс алу белгісі. Пауза ұзақтығы нота ұзақтығымен бірдей. Пауза, пауза, пауз. Бүгін сіздер 8-дік пауза, 4-дік пауза, жартылық паузамен танысасыңдар. 8-дік нота 1-ге 1 деп саналатын болса, 8-дік паузада 1 деп саналады. 4-дік пауза, 4-дік нота 1-ге саналады ғой. 4-дік паузада 1-ге деп саналады. Жартылық пауза, жартылық нотаға тең 1-ге, 2-ге, 3-ші сызықтың үстінде жазылады екен. Сорып салма шығармашылық жұмыс жаса. Кероғлы күйінің эстрадалық нұсқасындағы жасырылған ноталарды тап. Берілген 2 ноталық нұсқаны дың буынымен орында. Өлшемі 2-де 4. Ля, ми, фа, ре, ми. 4-дік пауза. Фа, ми, ре, ля. Мына жердегі ноталарды өзің тап. Қанеки 4-дік нотаны оқып келе жатып, шапалақпен ұрайықшы 4-дік нотаны. Ля, ми, фа, ре, ми. Фа, ми, ля. Бүгін сіздер мәңгілік ел жастары атты әнімен танысасыңдар. Әннің сөзіне, әуеніне мән беріп, музыкалық бизнесіне сәйкес мәнерлеп орында. Дала жеріммен, қыран ұшқан көгіммен, елім менің қарайды, болашаққа сеніммен. Жасампаз ел жастары, жаңа өмір бастады, биік болсын әрқашан арманыңның асқары. Күттіріктің ұрпағы, тұран дала тұлпары, ата берсін арайлап, болашақтың нұр таңы. Жарқырап нұр төгілген қазағымның көгінен, елім менің көрінді өркениет төрінен. Жасампаз ел жастары, жаңа өмір бастады, биік болсын әрқашан арманыңның асқары. Көк түріктің
тәуелсіздік жалауы, жүрегімнің қалауы, жана берсін жалындап, желтоқсанның алауы, мәңгілік ел дастаны, бақытымның бастауы, ашық болсын әрқашан алталаштың аспаны. Мәңгілік ел жастары жаңа өмір бастады, биік болсын әрқашан арманыңның асқары. Бүгінгі сабақтан алған әсеріңмен бөліс. Қай қоржынды таңдайсың?